Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода, семья ашылғалы бері бір көптеген замдар болды менде. Бірақ та мені кидать етпеген бір замым бар. Қазіргі кезде менде тек бір-ақ замым бар семьямда. Сол Сека Ханов деген бұрыннан бері вообще кидать етпеген барлық замдар мені кидать етіп семьядан шығып басқа серверлерге кетіп жатса, ал бұл мені кидать етпей осы серверде қалып, осы семьядағы балдарды захватқа апарып вообще жұмыс істемей казино ойнап 20 миллиондай қадалған. Соған мен бүгін подарка сыйлайтын боламын. Давайте соңына дейін қарап кетіңдер видеоны и оның реакциясын бірге көретін боламыз. Ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград, яғни 45-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің Ера деген промокодымды жазсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Ең бірінші достар, біз подарка іздейтін боламыз. Машина болсын, скин болсын, көреміз. Машинамды выгрузить етіп тастайын. Все, енді машина іздеуге кірісейік. Мына жақтан бір машинаны көріп қалдым достар, 6 миллион 500 мың дейді. Бірақ та прошивка комфорт. Негізі қымбат овер сияқты, по-моему. Негізі 5 миллиондай тұрады бұл машина. Өздерің білесіңдер ғой негізі. Еще комфорт прошивкамен спорт болса негізі алуға болатын еді. Бірақ та комфорт деген кішкене ұяттау болып қалады сияқты. Porsche Panamera көріп тұрмын достар. Міне голубой цветімен 8 миллион 500 мың дейді. ПТС-ін сұрап көрейік достар, не бар екен бұл жақта. Так, негізі внешкасы нормально. И мына жақта прошивка спорт бар и 3000 пробег. Ну нормально достар, что-то қазір 8-ге торговаться етіп көрейік. Жо 5 торга дейді. Давай, мына қасымдағы біреу беру деп жатыр ғой. 8 миллион 500-ге алып кетпесе екен, маған берсе екен қазір. Көреміз достар, Давай біз алып кетейік. 8 миллион 500-ге нормаль цена деп ойлап тұрмын. Давай кеттік 8 миллион 500-ге. 8 миллион 600 предлагать етейін ба, или білмеймін. Давай, кидай. Слот менде бар ғой. Болды. Лақтыр, кидай. Тез. Мне кидай, я первый предложил дейді. Ой, ё-моё, болды ғой. Алмай алдық достар. Мынаған лақтыр жүрді. Ё-моё, не повезло. Достар, 9 миллионға Porsche Panamera алып жатырмын. Қазір сендерге ПТС-ін сұратып көрсетіп жіберейін. Можно ПТС. Так, көреміз достар, осы машинаны сыйлайтын боламын мен өзімнің замыма. Реакциясын көргім келіп тұр, прям қандай болады екен. Ё-моё. Так, ПТС-ін қарап жүрейік. Не бар екен бұл жақта? Сендерге көрсетейін. Так, міне достар, 300 пробег, нитро 10X және спорт прошивка болды. Аламыз достар. Го 8 миллион 900-да предложить еттім. Давай, алайық. Гок дейді. Болды, смело, 8 миллион 900-ға, нормально. Манағы Porsche, ол еще пробегі көп болды. Мына жақта пробегі 300-ақ қойшы. Не, 8 миллион 900 мыңға аламыз достар. Болды. Енді менің замым қуанып қалатын болды ғой. Достар, мен еще сол замыма скин беретін боламын. Эмеля скин мені сатып алып жатырмын 900 мыңға. Нормально осыны сатып алайық и қасына бонус қылып, скидка қылып осы машинамен бірге беретін боламыз. Мен авторингта жүрсем, осы BMW X6 деген көлікті көріп қалдым. Давайте ала салайық достар, семьяға аламыз. Спорт прошивка, кайф қой, 7 миллион 800 мыңға мінекей. Осы спорт прошивкамен еще 1000 пробегімен алайын деп жатырмыз. Давай, купить. Все, 7 миллион 800 мыңға нормально. Панамераны осылай әдемелеп парковать етіп қоямыз. И бұған әдемі номер қойып қойсақ, вообще чема болады достар. Давай, менің инвентарымда қандай қазақский номерлер болса, вообще керемет болшет. Мә достар, номер жоқ кен. Домның шкафында қалдырып кеткем. Ё-моё, бәрі сол домның шкафында кен. Пофиг достар, міне 111 деген российский номерной знакты қойып қойдым. Нормально пойдет. Достар, Сека ойынға кірді. Авторингта Lexus бар, соны семьяға алайын ба, келші деп айтып жатырмын авторингқа. Енді қазір келетін болады, күтеміз. Мен Секаға өтірік айтып жатырмын, мына бомж скинді тасташыш, новый скин алшы, мен ақша берем деп. Мен оған 3 миллион разрешение бердім ақшаға. Енді складтан 3 миллион алып алатын болады. Өйткені Porsche Panamerаны сатқан кезде оны 1 рубльге сата алмайсың, сондықтан осы ақшаны беріп жатырмын. Бірақ оған нормально скин алшы деп осы ақшаны бердім. Ё-моё, басқа қымбат скин ал деп айтып жатырмын 3 миллионға.
Емеляскин аламын деп мына қоймай жатыр. Так, ей, ё-моё, мына паузе дей ма? Пожалуйста, шығып кетпеші. Барлық видеоны құртасың ғой қазір. Шықпай. Бәлі. Достар, Сека ойынға кірді де машинамен келе жатқанда суға батып кетті. Сосын алып келейін деп шештім. Ман краш берді. Сондықтан ОПГ Батыровадан шықтым да осы Секаны алып кетіп жатырмын. Давай кеттік енді. Қазір авторинкқа барамыз. Сосын машина іздейміз. Давай высокий салонна машина іздейік деймін да. И Porsche Panamera'ға отырып қалған кезде мен оған сатып жіберетін боламын. Автосалон Нискиға келдім Porsche алып кетуге. Мінекей. Енді Сека деген вообще білмейді, жаңағы ОПГ-ски мен жүр деп ойлап тұр ғой. Мен ОПГ-дан сразу ливнуть етіп кеттім да, и сразу Нискиға келіп машинаны алып кетуге келдім. Ал ол болса сол неде авторинкта қалды. Қазір білдіртпей осы, давай жанымен осылай білдіртпей барамыз да авторинктің ішіне кіріп кететін боламыз. Ё-моё, байқап қоймаса болды. Высокий салонға кіріп кетейік. Опа, все, енді достар, мына жерге әдемілеп осылай парковать етіп қоямыз да, енді Секаны іздейік. Средний салонға бірінші кіріп келейік. Мына жақта машина аз, давай высокий салонға кірейік деп. Давай айтып келейікші достар. Так. Высокий салонға кірейікші деп айтып жатырмын енді. Так, ана Сека деген қайда вообще? Тауымай алдым ма? Мына жақта жоқ походу. Среднийде ол достар. Средний. Опа, ана міне тұр ғой, сразу қағалдымнан шықты ғой. Toyota Camry'ді қарап тұр ма? Сека Camaro ма алайық дедім. Ана Camaro деген ол высокий салонда ғой. Сол высокий салонға кеттік деп айтып тұрмын. Так, кеттік высокий салон. Так. Болшыш. Кеттік дейді. Болды достар, қазір көретін боламыз. Давай кеттік. Енді высокий салонға бірге кірейік. Кірдім. Енді Сека қайда? Сека тоже артында келе жатыр. Енді нормально достар. Бірінші ана машинаға барайық. Қасында ана жақта бір үй сатып тұр ғой. Міне мен Porsche Panamera'м тұр. Қасында мына жақта басқа машина тұр. Опа, ана осылай келеміз де. Опа, Porsche Panamera. Мына бізде Porsche бар семьяда. Сол Porsche Panamera'ны бізде стоковый Porsche, ал бізге спорт Porsche па керек дедім. Хуйня дейді, ақызы дейді. Достар, қазір одной. Давай. Аштым да. Міне. Отыр. Как реакциясын көреміз достар. Боқтамасай. 2.520.000-ға сразу лақтыр жердім, көріндер ма? Болды достар, осылай мен оған осы Porsche бер. Ё-моё, отменил покупку дей ма? Қабылда. Қомаши ба дейді. Саған беріп жатыр мен подарканы. Құрсын. Қомаши ба, фамға қоса лучше дейді. Жоқ, фамда дейтін Porsche Panamera бар тағы. Нормально достар, міне болды, қабылдады. Достар, мен 2.500.000-ға оған нормально еще Porsche чегін беріп тұрмыз. Еще мына 2.500.000 менің ақшам ғой, Ё-моё, боқтап атыр кәдімгі дейсі. Реакциясы жесткий да. Вообще мықты машина алып көрмеген ғой бұл бала дейтін. Помощь болып жүре берген ғой, қазікке барып қадалып. Енді міне Емеляскинді плюс береміз. Міне Корона деген менде инвентарда босқа тұр, соны да беріп жіберетін боламын. Болды, мінеке подтвердить достар. Енді Сека құтты болсын. Сека, машинаң құтты болсын. Жаным дейді. Ё-моё, құтты болсын. Ненді дейтін. Семьяны ашылғанына 4 айдай болды. Вообще жұмыс жасамай осы семьядағы балдарды захватқа апарып, нервысын құртып жүргеніне осы машиналарда подарить еттім. Скоро тағы да подарить ететін боламын, өзім шамалы дамып алайын, тағы да Сека алып дегендей. Конечно, да, ұнады ма дегендей. Достар, болды, подарка ұнаған сияқты достар. Енді қазір сендерге көрсетіп кетейін достар. Көрсетем. Так, семьядағы бірақ зам осы міне Сека Ханов. Если что, семьяға зам болуларың келсе, менің ВК-ма жазыңдар, описаниядағы сілтемеге өтіп.